Сәлеметсіздер ме? Және careerhub.kz порталына қош келдіңіздер. Бұл бейне нұсқаулықта біз сіздерді платформамыздың цифрлық контентімен толығырақ таныстырғымыз келеді. Біз жүйеде қалай дұрыс бағдарлануды, пайдалы материалдарды қайдан табуға болатынын және өз міндеттеріңізді шешу үшін барлық қолжетімді ресурстарды қалай барынша тиімді пайдалану керектігін көрсететін боламыз. Жағымды көрілім тілейміз. Сандық контент мәзіріне шолу. ЖИ кәсіби бағдарлау бөлімі. Сіздің жеке карьералық навигаторыңыз. Жасанды интеллект алгоритмдерінің көмегімен жүйе болашақ мамандық үшін ең қолайлы бағыттарды ұсыну мақсатында сіздің қызығушылықтарыңыз бен дағдыларыңызды талдайды. Алтынсарин атындағы ІБА әдістемелік ұсынымдарына сәйкес 4 жас санатына бөлу қарастырылған. Олар: бастауыш сыныптар, 1-ден 4-ге дейін, және мамандықтар әлеммен танысу, орта сыныптар, 5-ден 7-ге дейін, және қызығушылықтар мен дағдыларды дамыту, жоғары сыныптар, 8-ден 9-ға дейін, және білім беру жолын саналы түрде таңдау, бітіруші сыныптар, 10-дан 11-ге дейін, және оқуға түсуге және карьераға дайындық. Кәсіптер каталогы. Мамандықтардың ауқымды әрі ыңғайлы дерек қоры. Бұл бөлімде мамандықтардың толық сипаттамасын зерттеп, негізгі міндеттер, қажетті дағдылар және карьералық өсу перспективалар туралы білуге болады. Біздің каталогта 3000-нан астам мамандық бар. Цифрлық сабақтар. Интерактивті оқу материалдары бар бөлім. Мұнда ыңғайлы онлайн форматта пайдалы дағдыларды тез меңгеруге көмектесетін қысқа сабақтар мен дәрістер жинақталған. Бастау үшін өз сыныбыңызды таңдаңыз. Сіздің оқуыңыздың қалай құрылатыны осы қадамға байланысты. Содан кейін өзіңізді қызықтыратын мамандықты таңдап, нақты бағытты көрсетіңіз. Осыдан кейін сабақтың өзі бірден басталады. Егер сіз 1-ші сыныптан 4-ші сыныпқа дейін оқитын болсаңыз, сіздің сабағыңыз 6 қызықты блоктан тұрады. Алдымен кіріспе беріледі. Бұл бөлімде таңдалған мамандық және оның басты пайдасы туралы негізгі ақпаратты білесіз. Содан кейін құралдар бөліміне өтесіз. Онда осы маманның күнделікті қолданатын заттармен және бағдарламалармен танысасыз. Осыдан кейін сізді тәжірибе күтеді. Мұнда өзіңізді іс жүзінде сынап көру үшін шағын интерактивті тапсырма орындайсыз. Одан әрі команда блогында жұмыста тағы қандай мамандармен бірлесіп жұмыс істеу керек екендігі туралы айтылады. Менің қабілетім бөлімінде өзіміздің мықты тұстарыңызды бағалаңыз. Ол сіздің қандай жеке қасиеттеріңіз осы рөлге мінсіз сәйкес келетінін түсінуге көмектеседі. Барлығы қорытынды бөліммен аяқталады. Мұнда жүйе сіздің барлық жетістіктеріңізді жинайды. Ал сіз өз нәтижеңізді сақтап, тіпті басып шығара аласыз. Ал 5-ші сыныптан бастап оқитын оқушылар мен колледж студенттері үшін бағдарлама тереңірек бола түседі. Сіз де өз сыныбыңызды таңдайсыз. Өзіңізді қызықтыратын мамандықты таңдағаннан кейін нақты бағытты көрсетіңіз. Содан соң сабақ бірден басталады. Сабақта мамандықтың ерекшелігіне толық ену үшін кіріспе, құралдар және тәжірибе сияқты негізгі бөлімдерден өтесіз. Құралдар бөлімінде сіз маманға қажетті кәсіби жабдықтарды, технологияларды және дағдыларды қарастырасыз. Одан кейін сізді тәжірибе күтеді. Бұл блокта кәсіпқойлар күнделікті кездесетін нақты жұмыс кейсін немесе тапсырмасын шешуіңіз керек. Бірақ одан кейін сізге тестілеуден өту қажет. Бұл жаңа материалды қаншалықты жақсы меңгергеніңізді тексеруге арналған сұрақтар блогы. Содан кейін рефлексия келеді. Онда сіз бұл саланың сізге қаншалықты жақын екенін және осы бағытта дамығыңыз келетін келмейтінін саналы түрде талдай аласыз. Және қорытынды қадам. Болашақ карьераңыз үшін сертификаттарыңыз бен жетістіктеріңіз автоматты түрде сақталатын жеке портфолиоңызды толықтыру. Сабақ соңында нәтижелеріңізді сақтауды ұмытпаңыз. Careerhub-пен бірге таланттарыңызды зерттеп, армандаған мамандығыңызды таңдаңыз. Тесттер. Біліміңіз бен құзыреттеріңізді тексеруге арналған құрал. Тесттерден өту ағымдағы деңгейіңізді объективті бағалауға және қосымша дамытуды қажет ететін тұстарды түсінуге көмектеседі. Платформада әрбір нақты сыныпқа бейімделген дайын тесттердің үлкен базасы жинақталған. Ал педагогтер мен мектептегі кәсіптік бағдар берушілер үшін мұнда басқарудың өте ыңғайлы әрі қуатты функционалы қарастырылған. Базадан лайықты тестті таңдай отырып, сіз оны сыныпқа тағайындау түймесі арқылы бір рет басу арқылы өз оқушыларыңызға жібере аласыз. Ал тапсырманың нақты кімге берілгенін қадағалау үшін жай ғана тағайындалған тесттер қойындысына өтіңіз. Платформа мазмұнды толық бақылауға мүмкіндік береді. Сұрақтар түймесін басу арқылы тест ішіндегі барлық тапсырмаларды алдын ала көре аласыз. Қажет болған жағдайда оларды өз қажеттіліктеріңізге қарай өңдей аласыз, немесе тестті толығымен өшіре аласыз. Сонымен қатар, егер дайын нұсқалар жеткіліксіз болса, кәсіптік бағдар беруші кез келген уақытта 0-ден бастап өзінің бірегей тексеруін жасай алады. Ол үшін жай ғана жаңа тест жасау түймесін басыңыз. Мұның бәрі білімді тексеру процесін оқушылар үшін де, оқытушылар үшін де жылдам, икемді және барынша ыңғайлы етеді. Әрбір кәсіптік балғар беруші тағайындалған тесттер, нәтижелер қойындысына өту арқылы тестілеуден өткен әрбір оқушысының тестілеу нәтижелері бойынша жеке есеп пен аналитиканы қарай алады. Тестілеу нәтижелері бойынша кәсіптік балғар беруші әр оқушы үшін мыналарды қарай алады. Дағдыларды бағалау. Бұл жүйе оқушының кәсіби қызығушылықтарының деңгейін
Сондай-ақ soft және hard skills, жұмсақ және қатты дағдыларын көрнекі түрде көрсетеді. Бұл оның базалық әлеуетін тез бағалауға көмектеседі. Қызығушылықтардың негізгі салалары. Алгоритм жасөспірімнің ең мықты тұстарын автоматты түрде бөліп көрсетеді. Солардың негізінде барлық одан арғы даму вектор құрылады. Мақсатты ұсынымдар. Платформа ең қолайлы мамандықтарды таңдайды. Сондай-ақ өту балдары бар нақты оқу орындарын және болашақ жұмыс берушілерді ұсынады. Карьералық траектория. Бұл оқу жылдары бойынша дамудың дайым қадамдар жоспары. Ол әр сыныпта қандай дағдыларды дамыту қажеттігін көрсетеді. Деректерді экспорттау. Кез келген оқушы бойынша толық жеке есепті бір рет басу арқылы басып шығаруға болады. Ата-аналармен жанды консультациялар өткізу үшін таптырмас құрал. Сауалнамалар. Оқушылар үшін бұл өзін-өзі талдауға арналған арнайы кеңістік. Мұндай сауалнамаларды жүйелі түрде толтыру біздің ақылды жүйемізге сіздің қызығушылықтарыңызды жақсырақ түсінуге және жеке ұсынымдарда дамуға арналған курстар мен материалдарды дәлірек таңдауға көмектеседі. Ал кәсіптік бағдар берушілер үшін мұнда жұмысқа арналған ыңғайлы функционал енгізілген. Базадан лайықты сауалнаманы таңдай отырып, сіз оны сыныпқа тағайындау түймесі арқылы өз оқушыларыңызға оңай жібере аласыз. Тапсырманың нақты кімге жіберілгенін қадағалау және сауалнамадан өткен әрбір оқушысының сауалнама нәтижелері бойынша жеке есеп пен аналитиканы көру үшін жай ғана жоспарланған сауалнамалар қойындысына өтіңіз. Сіз мазмұнды толығымен басқарасыз. Сұрақтар түймесін басу арқылы сауалнаманың барлық тармақтарын көруге болады. Қажет болған жағдайда оларды өз міндеттеріңізге қарай өңдей аласыз. Немесе сауалнаманы толығымен өшіре аласыз. Сонымен қатар, кәсіптік бағдар беруші кез келген уақытта өз сауалнамасын нөлден бастап жасай алады. Ол үшін жай ғана жаңасын жасау түймесін басыңыз. Курстар. Курстар бөлімінде толыққанды білім беру бағдарламалары жинақталған. Біліктілікті арттыру, жаңа мамандыққа терең бойлау үшін курстарды таңдай аласыз. Осында ұсынылған барлық курстар ресми мәртебеге ие және аттестациядан өту үшін мінсіз сәйкес келеді. Оқу процесі. Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің нормативтік актілеріне қатаң сәйкестікті ұйымдастырылады. Атап айтқанда, педагогтердің біліктілігін арттыру курстарын өткізу ережелері мен курстан кейінгі қолдау туралы 95-ші бұйрыққа, сондай-ақ білім беру бағдарламаларын бекіту туралы 175-ші бұйрыққа сәйкес. Еңбек нарығы. Еңбек нарығы қойындысы. Бұл өзекті аналитика мен статистика. Бұл қойындыда сіз трендтер, ең көп сұранысқа ие дағдылар, жалақы деңгейі және бүгінгі таңдағы түрлі салалардың жағдайы туралы ақпарат таба аласыз. Осымен біздің бейне нұсқаулығымыз аяқталды. Бұл бейнені көргеніңіз және платформа мүмкіндіктерін зерттеуге уақыт бөлгеніңіз үшін рахмет. Сіздерге сәттілік. Келесі кездескенше.